Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы У әрпінің жазылуы деп аталады. Барлығымыз мына өлең жолдарын бірдей оқып көрейікші. Қуат алған өзіңнен, туған елдің ұлымын, бақытты етіп өсірген отанымның гүлімін. Өлеңдегі негізгі ой қандай, балалар? Туған жер туралы, туған елмен мақтанатын бала туралы екен. Ендеше осы өлеңде У дыбысы кездесетін сөз бар ма? Қай сөз? Дұрыс айтасыздар, қуат сөзі. Қуат сөзіндегі У дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Қалай ойлайсыздар? Дауысты. Дұрыс айтасыздар, себебі У дыбысының алдындағы дыбыс дауыссыз. Қ дыбысы дауыссыз, дауыссыздан кейін келіп тұр. Сондықтан У дыбысы дауысты болады. Жарайсыздар балалар. Ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жаза қояйық. 9 қыркүйек. Және көркем әдемі етіп Б әрпінің бас әрпін және кіші әрпін бір жолға толтырамыз. Жарайсыздар балалар. Енді оқулығымыздағы 17-ші бетті ашайық. 17-ші беттегі 29-шы жаттығуға назар аударайық. Ертегіні түсініп оқы. Бәріміз бірге оқиық. Байлық пен ақыл. Ертеде бір шал 4 ұлын жинап алып былай депті: кімнің ақылы мен байлығы сай болса, сол мұрагерім болады. Маған байлықтарың мен ақылдарыңды көрсетіңдер, депті. Үлкен ұлы асыл тасты жүзік салған қолын көрсетіп: міне менің байлығым. Кім бай болса, сол ақылды, депті. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп әдеміленіп келіп: мына киімді көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді, дейді. Үшінші ұлы асыл тастармен әшекейленген белдігін буынады да: мұндай белдікті ешкімде буынып көрген жоқ, дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап басын шайқайды. Ең кіші ұлына қарап: сен қандай байлығыңмен мақтанасың, дейді. Сонда кенжесі: менде тек еңбек сүйгіш 2 қолым, қайрат жігерге толы жүрегім бар, депті. Шалға кенже ұлының жауабы ұнайды. Ол өзінің мұрагері болады деп, кенже ұлын атапты. Балалар, ертегідегі кейіпкерлер кімдер? Шал және оның балалары. Ертегі мазмұны бойынша сұрақтарды толықтыр және жауап беріп көр. Шал балаларына не деді? Үлкен ұлы не деп жауап берді? Екінші ұлы қалай жауап береді? Үшінші ұлының жауабы ше? Кенже ұлының жауабы қалай болды? Мұрагер кім болды? Неге кенже ұлын таңдады? Балалар, осы сұрақтарға өздеріңіз ертегі желісі бойынша жауап беріп көріңіздер. Және осы мәтіннен У дыбысы бар сөздерді таба қояйық. Сол сөздерге үлгі бойынша талдау жасайық. У дыбысы бар қандай сөздер кездесті? Кәне тексеріп көрейікші өздеріңіздің ойларыңызды. Буынып және жауабы деген сөздер бар екен, бұл ертегіде. У дыбысы кездесетін сөздер. Ендеше дәлелдеу үлгісіне назар аударайық. Буынып. Бұл жердегі У дауысты дыбыс. Бұл дауысты У дыбысы. Өйткені ол дауыссыз дыбыстан кейін тұр. Немесе ол сөз басында дауыссыз дыбыстан бұрын тұр. Мысалы, бұрын тұрса да У дауысты болады. Жауабы деген сөздегі У дыбысы қандай дыбыс болалар? Дұрыс айтасыздар. У дыбысы бұл жерде дауыссыз болып тұр. Жауабы деген сөзде бұл У дауыссыз У дыбысы. Өйткені ол дауыстыдан кейін тұр.
яғни алдында дауыс а дыбысы тұр, иә? Сондықтан бұл дауыссыз дыбыс. Міне балалар, дәлелдей деген кезде осылай өз ойымызды дәлелдей білуіміз керек. Ендеше осы екі сөзді буынып, жауабы деген сөзді дәптерге жазып алыңыздар. Сосын ол у дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Карандашпен дауысты болса бір рет сызасыздар, дауыссыз болса екі рет сызасыздар у дыбысының астын. Келесі 30-шы жаттығуға назар аударайық. Өлеңді көшіріп жаз. Қарамен жазылған сөздердің астын сыз. Дәптерімізді ашып, 30-шы жаттығу деп осы жаттығуды көшіріп жазамыз. Өлеңді оқиықшы балалар. Сиса көйлек үстіңде тоқуменен табылған. Сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер, білім бәрі де оқуменен табылған. Жарайсыздар балалар. Бұл өлең сіздерге таныс па? Дұрыс айтасыздар, таныс. Бұл өлеңнің ендеше жауаптардың сұрақтарын тауып айт дейді. Қарайық. Өлеңнің авторы кім? Бұл жерде кітапта, оқулықта сіздерде сұрақ жоқ, жауаптыр. Өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Осы сөйлемге қарай отырып, жауабына қарай отырып, өлеңнің бұл сұраққа жауап іздеңіздер. Өлеңнің авторы кім? Толық айтқанда, өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Келесі, өлеңге киім тоқумен, сауысқанның тамағы шоқумен, өнер білім оқумен табылатын туралы айтылған. Осы жауапқа сұрақ ойластыра қойыңыздар кәне. Өлеңге не туралы айтылған деуге болады екен. Жарайсыздар балалар. Енді балалар, өлеңдегі оқу, тоқу, шоқу сөздерін оқы, тоқы, шоқы сөздерімен салыстыр. Қандай өзгерістер байқадың? Оқы, оқыға у деген дыбысты қоссақ, дыбысы түсіп қалады. Оқу. Сол сияқты тоқы, тоқу, шоқы, шоқу. Жарайсыздар балалар. Ендеше балалар, өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин дедік. Ыбырай Алтынсарин балалар қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы. Ыбырай 1841 жылы қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған адам. 31-ші жаттығуды өз бетімізбен орындаймыз. Сөздерге у әрпін қосып жаз және сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Су, бу, қу, жау, сау деген сөздер берілген. Осы сөздерге у әрпін қосып жазасыңдар. Мысалы, су, су. Әрі қарай өздеріңіз жалғастырасыздар. Және сөйлем құрастырып жазасыздар. Ендеше балалар, сабағымызды қорытындылай келе 32-ші жаттығуға назар аударайық. Сызық бағытымен екі әріпті тастай отырып, мақал құрастырып көр. Сызық бағытымен қараңыздар. Қандай сөз шығады? Туған жер деген сөз шығады. Осы туған жер туралы қандай мақал ойластыруға болады? Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас. Туған жерге туыңды тік. Аққу көлін аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Ендеше балалар, әркімнің өзінің туған жері ыстық. Туған жерді қадірлей білу керек. Осымен балалар, сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.